Сәлеметсің бе балақай? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгін мен ерекше сандық алып келдім. Ішінде не бар екен? Бірге қарап көрейік. Бақа, балық, барабан, балапан. Арнамызға тіркел. Бұғы. Бұл сөздердің барлығы қай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасың, Б дыбысы. Бұл Б дыбысының бас және кіші әрпі. Балық сөзінде Б дыбысы сөздің басында тұр. Балдыр сөзі де Б дыбысынан басталады. Б яң дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Келесі суретке назар аудар. Бөрік. Бөрік сөзінде Б дыбысы қай жерде тұр? Дұрыс айтасың, сөздің басында тұр. Буынға бөліп көрейікші. Бөрік. Екі буын екен. Барабан. Барабан сөзінде Б дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Дұрыс айтасың, басында және ортасында. Буынға бөліп көрейік. Ба-ра-бан. Үш буын. Оқылым. Менімен бірге қайталап оқы. Әріптерді бөлмей, әндетіп, қосып оқуға дағдылан. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Ба, 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 ба-ла, бала. Бо, бо, бо-та, бота. Ба-та, бата. Бо-ран, боран. Ба-ба, баба. Бо-та, бота. Болат, болат. Ба-қа, бақа. Назар аудар. Адамның есімі бас әріптен жазылады. Бота, болат сөздерінде бас әріптен тұр. Өте жақсы. Қайтадан қайталап оқы. Жазылым. Б әрпін жазып үйренейік. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Керемет. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Келесі тапсырмаға назар аудар. Аюдың сүйікті тағамы қандай? Дұрыс айтасың. Бал. Қане бірге жазып көрейік. Б, А, Л. Бал. Түйенің төлі қалай аталады? Дұрыс. Бота. Бірге жазайық. Б, О, Т, А. Бота. Ал енді бұғы сөзін қатыстырып сөйлем құрап көрейік. Мысалы, бұғы жабайы жануар. Енді сен құрап көр. Өте жақсы. Бүгін сен белсенді қатыстың. Саған 5 жұлдыз сыйлаймын. Түсінбеген жерің болса, қайталап көр. Келесі кездескенше қош сау бол.